Ассалаумағалейкум достар, сауатты бол жобасы сіздермен бірге есенделу екен. Бүгін бағдарламамызды жалғастырамыз. Құқық туралы бағдарлама. Бүгінгі менің қонағым ерекше қонақ. Бұған дейінгі менің қонақтарым негізі спикерлердің басым көпшілігі құқық саласының мамандары болатын. Заңгерлер, адвокаттар, түрлі осы құқық саласы. Ал енді бүгінгі қонағым ерекше. Республикамызда бірнеше қоғамдық ұйымдар бар. Солардың бірі ерекше ұйым әкелер одағы деп аталады. Сол әкелер одағы республикалық ұйымның Астана қаласы бойынша басшысы, сонымен қатар республикалық ұйымның орынбасары Бегдайыр Күзембай. Беке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалайсыз? Жалпы Жақсы. мынау енді қазіргі заманда осы бізде азаматтық альянс бар, бірнеше қоғамдық ұйымдарды білеміз, өзімізде сол қоғамдық ұйымның басқасында жүреміз. Негізі бізде қоғамдық ұйымдар анау айтқандай бір қатты белсенді емес. Оның ішінде енді көбінесе біз жаңағы әйел баласын көбірек көреміз, әйелдер қауымын, бірақ жігіттер жағы өзіңіз сияқты жігіттер бір көп емес. Осы қоғамдық жұмысқа қалай келдіңіз? Содан бастайықшы әңгімені. Көп рахмет, Есе мырза. Расында да қоғамдық ұйымдар қала бойынша бір қаланың өзінде Астанада әділет министр жаңағы департаментте тіркелген 3500 ұйым бар екен. 3500 деген енді былай айтсаңыз саны бар, сапасы жоқ. Біздің қоғамдық ұйым енді әкелер одағы бұл 2012 жылы құрылған. Жалпы бұл жерде бала тәрбиесімен айналысу керек деген сияқты жоба болып ашылған еді. Үлкен бір кішігірім кеңестен 59 мектепте басталып, қазір республика бойынша үлкен одаққа айналды. Барлық өңірлерде де жаңағы филиалдар бар. Сол Астана филиалы бойынша мен 2023 жылы осы филиалға тағайындалдым. Бірақ қоғамдық жұмысқа келу себебім осыдан 8-9 жыл көлемінде өзім тұңғыш қыздарымыз, егіз қыздарымыз білім инновация лицейіне оқуға түседі. 6 сыныптан кейін. Сол жерде қарап отырсам, ылғи жаңағы ата-аналар жиналысы бар. Басқа да бір ата-аналарға арналған бір шараларда тек қана аналар жүреді. Жалғыз өзім ғана сопиып отырам. Содан сұраймын ғой енді жаңағы аналардан, ер азаматтар бар ма еді үйде өзі, вообще қалай статистикада айырылысып кеткен, ойбай айырылысу бойынша біз осындай бір көш бастап тұрмыз деген неше түрлі әңгімелерді естимін да. Сондай ма деп те кейде қысылып сұрауға ұяласың. Жоқ, бәрі бар екен. Бірақ ер азаматтар бала тәрбиесіне келген кезде белсенділік танытпайды. Өзінің перзентінің жаңағы ата-аналар жиналысына барып, қызы болсын, ұлы болсын, кіммен дос, кіммен қай сыныпта оқиды деген сияқты ол білген дұрыс қой. Ер азамат жүрген жерде енді Бауыржан атамыз айтқандай, әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деп кесіп айтып бергендей, расында да әке жүрген жерде әрқашанда тәртіп болады. Оны бәріміз өз бала кезімізден соған иланып өстік, соған бойсынып өстік. Сол қоғамдық жұмысқа кіруімнің себебі сол болды. Тек қана аналарға бәрін итеріп салып, әкелер бір тек қана нан тауып жүрген, бір табыс тауып жүрген сияқты бір біздің төрағамыз бар, Мақсытбек айтады, бір банкоматтың рөлін атқарып жүрген дейді да. Біз енді банкомат емес, бір ер азаматпыз ғой, елдің осы болашағына жауап беретін, және де қауіпсіздігіне жауап беретін ер азаматтар ғой деймін да. Сол себепті келген себебім сол болды. Сол мектептен басталып еді. Мен де сол жаңағы басқасында болмасақ та, әйтеуір арасында қолымыз тигенде келіп тұрдыңыз. Өзіңізбен қатысып тұрдық қой. Сол кезде шынында да біз бірінші барған кезде ер азаматтар, яғни әкелер өте аз болды. Белсенділік жағынан тіпті біздің сыныпта соңғы бір анау қоңырауда ма, бір соңғы бір балалардың жаңағы есеп беруінде ғана сәл бой көтерді. Негізі бұл жай ғана мынау жаңағы отбасы тәрбиесі, оның ішінде әке тәрбиесі деп жай ғана құрылмаған шығар. Мысалы 2012 жылы ол жай қараптан қарап жаңағы құрыла салмаған шығар. Оған да бір себеп болған шығар. Ол жөнінде кішкене тарихына көз жүгіртсек. Оныңыз рас, өте орынды сұрақ. Әр нәрсе бір нәрсеге себеп болып құрылады, расында дұрыс айттыңыз. 2012 жылы енді Астанамыз жаңа салынып, 2000-да бастап енді көркейіп, сол жақ жағалау бой көтеріп кеткен кезде
мемлекеттік қызметкерлер үшін бүкіл жағдай жасалынған. Жаңағы тұрғын үй болсын, тұрғын үйдің жанында жаңағы ауласында орта мектеп салу деген сияқты балабақша, мемлекеттік қызмет енді балаларын жаңағы автобуспен немесе бір жаяу жүрген болса жаяу балаларын тасып жүрмесін деп 59 мектептің қабырғасы қаланған. Сол біз сол жағалауға көшіп бардық та сол мектепке қыздарымызды сабаққа бердік. Берген кезде 4-ші сыныпта оқитын жаңағы егіз қызымыз кешке сабақтан келді екеу. Әкешім осылай ертең жиналыс болады, ата-аналар жиналысы. Тек қана әкелер ғана келсін деп жатыр, сынып жетекшісі деді. Себеп не деп білмеймін. Әкелер ғана келеді, егер әкелерің сол жиналысқа келмесе, сабаққа кіргізбейміз деп айтқан екен. Балалар менді жақсы оқитын болғаннан кейін кішкене қыз бала ғой. Қалай сонда біз... Бұл жерде сіз жаңағы мектептің емес, балалардың көңіліне қарап бардыңыз ғой. Иә, негізі балалардың көңіліне қараймыз ғой енді. Бәріміз бала деп жүрміз. Әу баста енді қоғамдық жұмыс туралы ешқандай хабарымыз да жоқ. Содан бардық. Барған кезде сол мектептің директоры әлі бар. Қазір зейнеткер Зәуреш Кинаятовна Жакупова деген апайымыз. Және де қалалық білім департаментінің сол кезде Бимендина Асима Тимке қызы басқаратын. Сол жерде танысып жатырмыз ғой енді. Сол жиналыста сол зал толы болды. Мектептің мәжіліс залы 800 кісі сияды екен, толық болды. Сол жерде біраз әңгімелер айтылды. Жаңағы екі әйел кісі енді былай айтқанда ананың рөлінде ғой. Ер азаматтар сіздерге не болған деп бастады әңгімені. Не болды деп бәрімізден жоқ, тыныштық па дегендей. Әр жерде әртүрлі саланың қызметкерлері ғой, әке болғаннан кейін біреуі білім саласында, біреуі мәдениет, біреуі мемлекеттік қызмет, әртүрлі құқық қорғау органының адамдары да бар. Әке болғаннан кейін әртүрлі саланың, сонда айтпағы ол кісілердің сенбілік жасаған екен. Бұл сәуір айы. Сол сенбілікте 11-ші, 10-шы сыныптың балаларын алып шығады аулаға. Қолдарына күрек береді, қыздарға қолына сыпыртқы беріп, осы ауланы тазалаймыз, қазір ағаш егеміз, көшет егеміз, тал егеміз деген сияқты. Сонда ұл балаларымыз күрек ұстай алмаған екен. Күрек ұстай алмаған, содан жаңағы Зәуреш Кинаят қызы директор сол жерде дабыл қағады. Бұл қалай, мынау балалар күрек ұстай алмайды. Біз қыз болсақ та кезінде ауылда күрек ұстап өстік, еңбекке болып, сондай өсіп едік, еңбек қорып өсіп едік. Мынау балалар неге осындай? Мынау қазір күрек ұстай алмас, ертең қаруды қолына қалай алады дегендей. Отанды қалай қорғайды деген. Енді қарап отырсаңыз, мағынасы терең. Расында да ол жерде ер балаларды жаңағы отансүйгіштікке, отанды қорғауға, жаңағы елге қызмет жасауға үйрету, бұл еңбек қой. Содан басталған. Сол жерде айтылып, енді біраз намысымызға тиіп, расында да бір қазақты оятқандай, ер азаматтарды оятқандай бір сол үлкен бір серпіліс берді. Сол жерде басталды, біраз тұлғалар отырды трибунада. Қазір ол кісілердің көз жоқ шығар, енді сол кезде біраз жастағы кісілер еді олар. Енді қарасаңыз 12 жыл бұрын олар біраз жастағы кісілер. 15 жыл болды ғой енді қазір, 14-15 жыл. Сол кісілер айтты, енді жігіттер осылай бола ма енді? Біз оянайық. Мынау бала тәрбиесін, ер балалардың әсіресе құлғалайық дегендей. Содан енді осы ақыры жиналған екенбіз, бір төраға сайлап алайық. Соған бәріміз бағынайық, бір кісі деп ұсыныс жасалды. Сол жерде бір Қуаныш деген азамат шығып залдың ішінен, жігіттер неге отырсыздар, орысша сөйлейді екен өзі кішкене. Ребята, что сидите, давайте, выходите. Аға, что сидишь деп тиісіп кетті бәріне. Соны төрде отырған ағамыз тұрды айтты, сен өзің бір пысық жігіт екенсің, шықшы, өзіңді таныстыршы, кімсің сен деп. Ладно деп шықты да, сол трибунаға шығып айтады, мен есімім Қуаныш, фамилиям Жұматаев. Осында бір балам, қыз балам оқиды, кішкентайым әлі балабақшада деп сөйтіп таныстырып келді да. Жаңағы жерде, давай сені осы төраға қылайық. Ақыры пысық жігіт екенсің, жас екенсің, 30-дан жаңа асқан жігіт екен ол. Марқұм қайтыс болыпты, сол иманды болсын. Сол жігіт кішкентай кеңес болып сол мектептің қабырғасында құрған, оның жаңағы мұрындық болған сол білім департаментінің басшысы Асима Тимкенна, және де сол мектептің директоры. Сол кішкентай кеңестен қазір үлкен қоғамдық ұйымға одаққа айналды. Расында да қазір былай айтқанда енді әкелер бәрі әке ғой, бірақ оның ішінде парасатты әке, жаңағы өзінің ұрпағына бейжай қарамайтын, және де бұл отанын сүйетін,
қазағына жанашыр, қазағымызға жанашыр әкелердің қатары көбейіп келе жатыр. Шүкіршілік жасау керек, өйткені сол кезде бір 4-5 әкемен құрылған болу керек, бірақ менің өзім сол 2020 жылы қосылдым ғой, 7-8 жылдан кейін осы ұйымға. Енді негізгі баланың тәрбиесі мектепте анау мынау деп көп әңгіме болып жатады, бірақ ең бастысы бұл жерде баланың тәрбиесінде бірден бір қалататын ол ата-анасы. Иә. Ата-анасына қарап бой түзейді, ата-анасы рас. не жасайды, баласы да соған қарап еліктейді. Рас айтасыз. Ол рас әңгіме. Сондықтан да бұл қоғамдық жұмыс, біз басында барғанда да бізде өте адам аз болдық. Кейін мен осы қайтып бір барғанымда кәдімгі әкелер саны өте көбейіп кеткен, әсіресе жаңа келіп жатқан класстың, сыныптың әкелері өте көбейіпті. Мен өте қуандым. Қолымыздан келгенше әлімге шейін хабарласады. Көріпсіз ғой. Шаманың келгенше. Сонымен қатар, осы әкелер одағымен қатар, қазір Астана қаласы әкімдігі жанындағы жасөспірім балалардың құқығын қорғау комиссиясының мүшесі. Біздің негізі сол құқыққа келе жатырмыз ғой, негізі. Жақсы. Жалпы ең көп қандай құқық бұзушылықтар болады практикада? Бұл жерде енді жаңа әкелер одағының бір мақсатын осы жерде бастап айтып кетейін, қысқа нұсқа. Әкелер одағының негізгі мақсаты бала тәрбиесі деп. Әсіресе оның ішінде ұл бала. Енді ұл қыз деп бөлуге болмайды. Қыз бала әкесіне жақын болады, білесіз өзіңіз. Бәріміз қыз асырап отырмыз, ұлды асырап отырмыз, бірақ қыз ертең өскенде әкесіне ұқсайтын бір жар таңдайды. Ал ұл бала өскенде анасына ұқсайтын бір жар таңдайды. Сондықтан да бұл жерде баланың ұл қыз деп бөлуге болмайды, екеуі бірдей. Бұл бір. Кейіннен қарап отырмыз, енді қазір мынау комиссияда отырмыз. Комиссияда бір 40-қа жуық мүше отыр. Оның ішінде сізге айтып өтейін, Астана қаласында 6 аудан болатын болса, сол 6 ауданның әкімінің орынбасарлары отырады. Оның төрағасы Астана қаласының әкімінің орынбасары Есет Берікұлы. Ол жерде прокуратура қызметкері отырады, полиция отырады, және де әртүрлі қоғамдық ұйымдардың белсенділері отырады. Және де білім, денсаулық сақтау, және де әлеуметтік қорғау департаментінің басқармаларының уәкілдері отырады. Сонда қарап отырсақ, көбінесе тәртіп бұзатын балаларға қарап отырамыз ғой. Енді қарап отырсаң, бәріне ата-анасы кінәлі. Тәртіп бұзды деп жаңағы енді мектептен директоры бар, анау тәрбиесі жөніндегі завучы бар, психологы бар, бәрін жинап алып келеді. Анау бала түнімен қаңғыбас. Мысалы, заң бар, түнгі 22:00-ден кейін үйден шығуға болмайды жасөспірім балаларға 18-ге толмағанша. 23:00-ден. 22:00. 22:00-ден кейін себепсіз жүрсе, бұл жаңағы жазасы бар. Бірінші енді ескерту жасалады, екінші рет әке шешесін шақырады деген сияқты ғой. Сонда қарап отырсаңыз, ата-аналардың кінәсі. Заңды білмей ма, білгісі келмей ма, әлде бейқамдықпен жүре ма? Енді шақырып алсаң білмей қалдым, кешіріңіз деп, енді бір жолға кешіресің, қайтып түсіп жатады сол балалар. Кейіннен қарап отырсың. Енді ол жерде балаға жаңағыдай жаза тартылмайды, ата-анасына жаңағы әкімшілік хаттама толтырылып, жаңағы штраф салынады, жазаланады. Соның өзінде де біз енді кішкене бір қарап отырсақ, бір тәртіп бойынша болсын, білім бойынша болсын, неше түрлі дамыған нәрселердің бәрін жақсы көріп жатамыз, көзімізбен көріп жатамыз да, бірақ қолымызбен істемейміз да соны. Бір айтылғаннан кейін құйып алып, мына жерде мен қателестім, енді өзімді түзетейін деген сияқты бір адамда ынта болу керек та. Бұл ынтаны қазір енді президент бұйрығымен оқу ағарту министрлігі тарапынан бір идеология деп айтса болады, адал азамат, біртұтас тәрбие қағидаты бекітілді. Адал азамат болу үшін қалай тәрбиелейміз баланы адал азамат қылып? Бізде кезімізде өзіңіз білесіз, бәріміз ауылдан шықтық. Бізге осындай бір құқықтан сабақ беріп, немесе бір білмеймін ғой, жаңағы мына жерде мынандай статья, мынандай дегенде біз естімейтінбіз. Неге? Өйткені әке шешеміздің өзі-ақ бізге тәрбие беретін. Иә. Соларға қарап өстік.
солардың адалдығы, 5 уақыт намаз оқымаса да мысалы өте адал болатын. Көршіге адал, туған туысқа адал, жұмысында да еңбегіне адал. Жан жақты енді қарап отырсаңыз, университет бітірмеген, қарапайым жұмыскер. Өмірдің тәрбиесі ғой. Бірақ өмірдің тәрбиесін алғанда, анау сабақтастық бар, ата-бабадан кеткен сабақтастықты үзбеген. Солар мысалы қазақ оны бір ауыз сөзбен айтты, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Енді біз қарап отырмыз, әкелер одағы болып, бала тәрбиелейміз деп жүрген кезде, осы 3 жылдың көлемінде біз кішкене өзгерттік бағытты. Бала тәрбиелейміз деп мектепке де барып жатырмыз, бәрінде үйретіп жатырмыз. Бірақ тәрбиеленіп жатқан бала көріп жатқан жоқпыз. Кейде болады. Бұның несі қай жерден ақау кетіп жатыр деген сияқты сұрақ қоясың енді өзің осы жұмыспен етене араласып, етене осы бүкіл тегін жұмыс негізі бұл. Қоғамдық жұмыс деген өзі бір елге қызмет қой, қоғамдық жұмыс деген. Бір тегін жұмыс, ертең ата-бабамыздың енді бәріміз рухани әлемде кездесіп қалған кезде, сен не бітірдің деген кезде басым салақтап тұрмасын деген сияқты бір іште жауапкершілік бар. Сол сұрақ қоямыз өзімізге, неге бала тәрбиеленбейді? Қарап отырсақ ата-анадан екен. 2 жылдың көлемінде біз ата-аналармен жұмысты күшейтіп жатырмыз. Бұл білім инновация лицейлерінде бұл жолға қойылған, ол жерде ешқандай құқық бұзушылық, тәртіп бұзушылық болмайды. Неге? Өйткені үштік одақ деген бір жақсы жаңағы не жұмыс. Бала, мұғалім, ата-ана. Иә. Сол жақсы жұмыс істеп тұрғаннан кейін бұл жерде ұл болсын, қыз болсын, жаңағы енді бұлар бөлек-бөлек оқытады ғой. Сол жердегі ата-аналардың мектеп жұмысына, мектеп болғанда анау ішкі саяси дүниесіне емес, анау оқу процесіне емес, тәрбие процесіне жұмылдырылып, жақсы көрсеткіш көрсеткен ол бала үшін бір абырой екен. Менің ата-анам, менің әкем, менің анам мынау мектепте жүр. Мен қазір ұятқа қалып қоймас үшін деген сияқты өзіне жауапкершілік сезіне бастайды екен. Мен өзімнің қыздарыммен соны байқадым. Кейіннен 11 бітірген кезде енді әңгіме тартып сөйлесіп отырсам, сіз біздің мектепте жүргеніңіз үшін мынандай мықты әкенің қызы ертең бірдеңені бүлдіріп жатыр деген сөзге ілікпеу үшін деп айтады ғой жаңа қызым. Мен айттым, айналайын, соны сен түсініп жүрген, сенен айналып кетейін деп маңдайынан сүйіп батамды беріп атам да. Сонда қарап отырсақ, бұл жерде сен былай істе, солай істе дегенің қажет жоқ екен. Өзің біздің әкелеріміз сияқты, аналарымыз сияқты істей беруің керек екен ғой. Түсінгенім. Жақсы дүниені істей бер, көрсете бер, сол бір жақсы із сал, сол ізбен сенің бала шағаң кете береді екен. Сол себепті қазір біз жаңағы комиссияда болсын, жиі енді мен негізі 2 комиссияда отырмын қазір, қалалық. Жаңа біреуін өзіңіз атадыңыз, екіншісі президент жанындағы әйелдер істері, отбасы демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшесімін. Ол жерде аналарға байланысты көп темалар қозғалады ма деп ойлайтын басында. Әйелдер істері, әйелдерге бір билікті беріп қойды деген сияқты кейде бір теріс ұғымдар қалыптасып жатады, бірақ ол жерде ондай бір ұғым жоқ екен. Бұл әйелдер істері деп аталғанымен, бірақ жалпы елдің президенттің мысалы жолдау болсын, тапсырмасы болсын, соны орындалу, мысалы қоғамдық ұйымдардың аузын біріктіріп, бәріне бір дұрыс ұйытқы болып, мынау негіз былай дұрыс істелу керек. Жақсы істеп жатқандарға бір мотивация ретінде бір қолдау, көмек беретін сондай бір мықты комиссия ол негізі. Кеше қалада соның қорытынды несі өтті, жылдық қорытынды жиналысы, сонда Есет Берікұлы зам әкемі, Астана қаласының әкімінің орынбасары төрағалығымен өтті. Өте керемет деңгейде өтті. Бүкіл қоғамдық ұйымдар шақырды, бүкіл тұлғалар шақырды. Сосын маған енді сіз әкесіз ғой дейді, әкелер одағын басқарып жүрсіз. Сіз бір ауыз айтыңыз деп мені сол неге шығарып, трибунаға айтып жатырмын. Сондағы айтқаным, бізге бір айға барып бір жаңа планетаны ашудың қажет жоқ. Біз қалыптасқан зайырлы өзіміздің президентіміз бар, парламентіміз бар, үкіметіміз бар, мықты мемлекетпіз негізі. Осы мемлекеттің мықты болып әрі қарай жалғасуы осы азамат-азаматшалардың, ата-ананың оның ішінде тікелей жауапкершілігіне байланысты деп қабылдаймын мен. Бәрін айттым. Жұмыс істейсің ба? Тегін жұмыс бұл.
тегін істеп жатсың ба, ақы сұрамай қой. Ақысыз деп те айтпай қой. Ақысыз деп айтатында ешқандай несі жоқ. Өйткені бәріміз мәңгі емеспіз. О дүниеге барған кезде сол жерде бір алдымыздан жарқырап бір жақсы дүние шығатын шығар деген сенім бар. Сол себепті мен бәрін сол жаңағы мінберде енді мүмкіндік беріп тұрғаннан кейін айтып қалдым. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыз қоғамдық ұйымсыздар. Бәріңіз тек қана әкемен, тек қана анамен жүр деген ешқандай бір сіздерге талап жоқ. Бәріңіз істеп жатқан жұмыстарыңыз расында да өздеріңіз үшін де, мемлекеттің дамуы үшін де жасалынып жатқан үлкен шаруа деп түсіндіріп айттық. Расында да қарап отырсақ, тәрбие дейміз, ол ата-аналардан, үлкендерден бастау керек тәрбиені. Жалпы енді жаңа тағы да қайталап өтейін, құқық бұзушылыққа байланысты мына мектеп жасындағы балалардың қандай көп құқық бұзылады балалардың арасында. Енді түнгі 12-де 10-нан кейін шығып кету ол жақсы. Бірге жаңа қыдыру, түнгі клубта, түнгі жаңағы компьютерный клубта жүреді. Абылай мектеп арасында немесе андай қазіргі шығып жатқан көптеген мәселелер бар ғой, андай әлімжеттік. Енді қалада ондай қатты көп емес шығар. Әлде ондай осы әлеуметтік желіде көп шығып жатады ғой, әсіресе мектеп жасындағы қыз балалардың. Өткенде ана бір Семей қаласында бір баланы кәдімгі жасап, содан кейін сол ата-аналарын шақырып, оның ата-ана құқығынан айыру деген сияқты. Ондай мәселе осы Астана қаласында бар ма жалпы? Жалпы әкелер одағында осындай мәселемен келіп, жаңағы қол ұштарыңызды беріңіздер, қоғамдық жұмысты жаңағы бірігіп жасайық деген сияқты республикалық өңірлерде осындай ұсыныстар бар ма негізі? Бар. Астана енді бас қала болғаннан кейін бұл жерде өзіңіз білесіз, толық қадағалау алынған, былай айтқан кезде дүниежүзілік мықты астаналардың қатарында тұрған біздің бас қаламыз. Мақтанышпен айтуға болады. Бұл қалада қазір енді президенттің осы биылғы жолдауында өзіңіз естідіңіз, жасанды интеллекті бойынша 3 жыл уақыт берем деді, және де арнайы министрлік құрылып, бұл министрді сайлап, премьер-министрдің орынбасары қылып тағайындады. Өзіңіз хабардарсыз. Бұл жерде енді Астанада бір көшеде құқық бұзып, тайраңдап жүрем деген мүмкіндік бермейді. Бұл жерде тәртіп жақсы. Бірақ дей тұра кездесіп тұрады. Бұл жерде құқық бұзушылық бала тарапынан әлімжеттік көбінесе, бұны қазіргі тілмен айтқанда буллинг деп айтады екен. Буллинг жасайтын балалармен де біз көптеген кездесулер өткізіп, енді ол жерде былай ғой, мен енді әкемін деп барып, қазір біреуге барып ақыл айта алмайсыз. Бәрі өзінің заңын, өзінің жаңағы құқығын мықты меңгерген балалар. Бала болсын, ата-ана болсын, егер бала үйіне барып, мені бүгін бір әкемін деп келіп, маған біреу бірдеңе деп айтып жатыр десе, бұл жерде өзіңізді жазаға тартып жіберуі мүмкін. Сол себепті бұл жерде өте сондай бір қалай қарасам екен, қалай айтсам екен, бір майшамен қарайтындай бір жұмыста бұл. Өте қиын жұмыс. Мен әкемін деп қазір бұрын баяғындай, мысалы біздің кезімізде ше әке айтты болды деген жоқ қазір. Әке дейміз, бірақ осы жақсы ма сіздің ойыңызша? Дұрыс емес. Жақсы емес. Бірақ ойлаймын, осы жасалып жатқан көп дүние, мысалы халықаралық стандартқа сай қылып сондай дүниемен шығып жатқан дүние ма сонда? Халықаралық неге сай, енді одан қалуымызға болмайды деп айтқанмен де, бірақ біздің өзіміздің қазақилық соны жоғалтып бара жатқан сияқтымыз. Біз қанша жерден осы батысқа еліктесек те, біздің түп тамырымызды жоюымызға болмайды. Түп тамырымыз біздің адамгершілік. Көшпенділердің негізгі түп тамыры адамгершілік. Біз көшпенділердің ұрпағы қайта бізден үйренсін. Мен жүрген көп мәдениет бізден шыққан. Біздің мәдениет, бүкіл жаңағы өзіңіз тарихқа үңілетін болсаңыз, отырарыңыз болсын, ескі Жібек жолының үстінде тұрған біздің үлкен қалаларымыз, сарайшығымыз бар, бәрін алған кезде, қаншама мың жылдық тарихы бар. Соның бәрін алған кезде бізден тараған негізі. Соны қазіргі біздің енді ең мықты мақтанышымыз Димашымыз ғой. Димаш бүкіл дүниежүзінің қазір енді елшісі болып жүр ғой.
адамгершілік, мейірімге шақырып жүрген. Сол ата-аналармен сөйлескен кезде түбегейлі құрыдық, бір батысқа еліктеп кеттік дегенде бір не көріп тұрған жоқ. Неге десеңіз, ата-аналар жиналысына барған кезде енді өзіміз айтамыз ғой, енді біз ата-бабамызбен мақтанамыз, тарихымызбен, салты, дәстүр бәрін қосқан кезде иіліп дұрыс, осы дұрыс деп қолдап отыратындар көп. Бірақ айту керек та бұны. Айтпасақ болмайды. Жай ғана бір батыстың бір мықты философы былай айтқан екен: қоғам залымдардың зұлымдығынан бұзылмайды, жақсы адамдар үндемей отырса бұзылады дейді екен да. Біз жақсының қатарында болуымыз үшін, жақсымын деп айту үшін соны көрсетуіміз керек екен. Расында да ауладан бастайық, көршілермен амандасуды жолға қояйық. Жазда мысалы осы прокуратура, генеральный прокуратура, бас прокуратураның ұсынысымен заң мен тәртіп қағидаты енгізілді ғой. Сол енгізілген кезде прокуратура саласының қызметкерлеріне алғысымды айтамын. Көп жиындар өткізіп жатыр. Сонда көктемде мамыр айының, қателеспесем сізге 18-ші жұлдызы ма, мамыр айының оқу жылы аяқталайын деп жатқан кезде пирамидада үлкен жиын өткізді. Прокуратураның мұрындық болып. Сол кезде бүкіл қаладағы мектеп, 200 мектеп бар екен. 200 мектептің директоры, орынбасарлары. Енді 1200 адамдық не ғой енді? Прокуратура, полиция, ата-ана бәрін жинап сол жерге. Сол жерде спикер қылды. Ата-ана ретінде, әке ретінде бардым. Айгүл Мекей жүргізді. Сонда сіз бір ұсыныс айта аласыз ба дейді да маған. Бала тәрбиесі болсын. Мен айттым, ұсыныс бірінші дедім. Қазір жаз келді, 3 ай каникул. Балалардың құқық бұзушылығы, тәртіптен жұрдай болу осы жазда белең алады. Неге? Өйткені қараусыз қалады. Бәрі жұмыста дейді. Жұмыста екен, оны сен жұмысқа шықпа, балаңа қарап отыр деп айта алмайсың. Осы орайда мен айтамын сіздерге. Ата-аналар да отырды. Ата-аналар, өзіміздің тұрғын үйлерімізді, тұрғын үй кешендерінде тұрамыз ғой деймін да. 3 кіреберісі бар, 10 кіреберісі бар тұрғын үйлер. Көршілеріміз танымаймыз. Аулаға шығып көріңіз. Жасөспірім балалар аузынан 10 қариды, 9 көгит шығады. Боқ ауыз, бәрі боқтампас. Енді оның бәріне қарап отырмайды. Ақыры жақсылыққа көнбейсіңдер ме, тәртіпке салам деп, оның бәрін жаңағы жазалаудың заңдарын кіргізіп тастады. Қазір бала біреуді боқтап кетіп жатса, ұстап алады да ата-анасын жазалайды. Мен айтам, бүйтіп жазалай бергенше, сол тұрғын үй кешенінде деймін да, қаншама мықты адамдар тұрады ғой деймін. Ол жердегі қозғалатын әңгіме, чат бар. 300 адамға дейін, 500 адамға дейін отырған чат бар. Сондағы қозғалатын әңгімені барлықтарыңыз білесіздер. Ұятта болса айтайын дедім. Тек қана айтайтындарыңыз сол мынау неге дырылдата береді, неге мынау ремонтын тез бітірмейді. Одан кейін ол бейшараны мусорын шығарып жатса, оның мусорын алып кеткенше жерден алып жерден салады. Үшінші мәселе, одан кейін ол бітіріп бір көшіп алайын десе, анау заттарында подъезде көп тұрғыздыртпайды. Аны прямо қадағалаған кезде, енді анау басқа нәрсе айтқым келмей тұр. Қадағалаған кезде керемет қадағалайды. Анау подъездің кіреберісін сындырып кетпесін, анау кафелді сырып кетпесін, ананы битіп кетпесін. Айналайын, осы боқ дүние үшін өлдің ба деймін да мен. Сен неге сол жерде анау аулада жүрген балалардың тәрбиесімен неге айналыспаймыз деп қозғамайсыңдар деймін сол жерде. Сол жерде қозғалса, мысалы бала тәрбиесі сол тұрғын үй кешенде жоқ дегенде бір абыз ақсақалы отыр, үйден шыға алмай, қамап кеткен. Таңертең кешкен жұмыста отырады, жұмыста жетті. Кешке келеді, әкешім, анашым, қарындарыңыз ашып қалған жоқ па деп бір кешке бір серуенге шығатын шығар, или күндіз шығатын шығар дегендей. Сол абыз ақсақал ауылдан келген. Неге соны ата қылып қоймаймыз сол жерге? Бір әжені тауып алайық, бір мықты әкені тауып алайық, бір мықты ананы тауып алайық. Сосын бір бой жеткен қыз болса, бір ер жеткен азамат болса, соларды тартып бір жақла, бір сабақты жаңағы цепочка дейді ғой, шынжырдың жалғасын тауып, соны көрсетпейміз ба балаларға деймін. Ауладан бастайықшы. Содан кейін жаңағы прокуратура қызметкерлеріне айттым, ұсынысым. Сол КСК-ның басшыларын жинайықшы.
қазір оси дей ма, КСК дей ма, солармен осыны өткізейік, осыны айтайық. Сол тұрғын үйден басталса болды, мектепте түзеледі, аулада түзеледі, қоғамдық жаңағы көшелер түзеледі, бәрі түзеледі, бітті. Бұл түбегейлі бұл мәселені шешеді деп мен сеніме айта аламын. Ол қолдарына келеді деп ойлайсыз ба? Келеді. Бұл жерде Қазіргі адам балалардың мысалы үшін көп баланың қолында бәрінде мындай бір гаджет. Мгм. Қызықтың бәрі осы жерде, олардың өмірі осы жерде. Олар жаңа сіз айтып отқан боғауызды да, сіз айтып отқан кейбір буллингті де бәрі осы жерден алады. Ал ол сіздің жаңағы абыз ақсақалыңыз үлкен, ол бір жағынан қызықтыру керек шығар. Түрлі тәсілдерін қарау керек шығар. Осындай бір дүниелерді ұйымдастыратын волонтерлар жоқ па? волонтерларға пока ондай бір мүмкіндік берілген жоқ. Бала тәрбиесі болсынша басқа да, бұл волонтерлардың жұмысы көбінесе әлеуметтік сала бойынша қызмет жасап жүр. Мысалы төтенше жағдай болса, бір Және мысалы көп ата-анаға айтасыз ғой. Иә. Бұл туралы біз мысалы үшін енді осы қалада тұрғаннан кейін ағайын туыс бар, жиен бар, нағашы бар, үйге иә. келеді ғой. иә. Балаларын қарасаң, енді бәрі өзіңіз білесіз, қазір қаланың баласы бірден мына қолына тигеннен кейін басқа тілде сөйлеп кетеді. Сенімен амандасуды білмейді. Үйіне кірсең, мынаны телефонды құшақтайды да бөлмеге кіріп кетеді. Баяғыдай кіріп, алдыңнан шығып, сәлем беріп, жағдайыңды сұрап, қызмет жасайтын бала аз. Кемде кем. Ол әрине жаңа айтып отқан ата-анаға байланысты. Ата-анаға байланысты. Ата-ананың негізі фокусы басқа жаққа кетіп қалған сияқты. Мысалы, сол жиналысқа барсаң, сол тәрбие жөнінде бірінші кезек ол кісілер көбінесе мұғалімдерден көреді. Мен жаңағы неге мектеп осымен айналыспайды. Жалпы жауапкершілікті алады да ысырып басқа біреуге асып тастағысы келеді. Біздің енді жаңа әкелер одағы болсын, біз сол жерде болдық қой. Ең басты жауапкершілікті біз ата-анаға жүктеп жатырмыз. Ата-ана осыған жауапты. Ата-ана жаңағы құқығын біле ма, бала құқығын біле ма, жаңа сізден сұраған кезде бәрі өз құқықтарын жақсы біледі, бірақ Жақсы біледі. проблема қайдан шығып жатыр? Сол проблеманы терең зерттегісі келмейді. Бұл бір, білмеймін, қаншалықты қай деңгейге шейін баратын. Бұл жалғыз Астана емес, бүкіл аймақтарда, тіптен аудан орталықтарында осындай шығып жатыр. Кейбір ауылдарда болмаса, мысалы әйтеуір бұрыннан бір-бірін танитын. Мысалы 11 жыл оқыған баланың ата-анасын, мысалы ауылда тұрғанда бәріміз класстас сыныптасымыздың әке-шешесін білеміз. Ол қай деңгейдегі адам екенін де білеміз. Сол қарым-қатынас бар, коммуникация. Қалада бұл шынында да проблема. Қаланың жігіттерінің қаланың сыныптастарының жиналуы да қиын қазіргі таңда. Мен енді жаңағы буллинг көп деп жатырмыз. Қазіргі таңда мектеп жасындағы балалар енді көп емес, бірақ дегенмен де мына жаман нашаны тасу жөнінде де ондай мына қаланың шет жағында білінеді екен. Сондай бір ақпараттар бар. Және қазір ең көп бір таралған қылмыстың түрі әсіресе жастар арасында бұл жаңағы цифрлық алаяқтық көп екен. Үлкен ата-аналарға байланысты сондай нәрселер көбейіп жатыр. Енді мына ата-ананың құқығынан айыру деген нәрсе, яғни баласына ие бола алмаса, баласы бір үлкен қылмыс жасап қойса, бірінші әрине кешіресіздер, екінші тағы да бір қатаң ескерту берілетін шығар. Үшінші ата-ананың құқығынан айыру. Осындай жаңағы практикада болды ма сіздерде? Сіздер бір рекомендация беретін шығарсыздар жаңағы құқық қорғау органдарына. Иә, өте сирек кездеседі. Ата-ана құқығынан айыру үшін ол өте терең қаралатын іс бұл. Иә. Жаңағы құқық бұзды дейді. Енді баланың жағдайына қарамыз, ата-ананы алып келеді, әкесіне қарайсыз, анасына қарайсыз. Бұл жерде енді бұл комиссияның негізгі мақсаты ата-ана құқығынан айыру емес, бір профилактикалық комиссия. Бұл жерде жаңағы қатаң ескерту. Қазір біз құқық қорғау органдарына жазып береміз. Мынау адам болмайды-ау, мынаны байқаңыздар деген сияқты. Сол кезде қиын болып қалады сіздерге деп ескертеміз. Ескерткен кезде қатаң түрде. Бір жай бір айналып ескертсең, оны түсінбейді. Сен жақсысың ғой, бұны неге бұлай істедің, неге олай істемегенің дұрыс болар еді десең, оны қазір басқаша қабылдайды. Сол себепті біз заңды түрде, мысалы, әр саланың маманы отырғаннан кейін қатты айтады. Полиция айтады, осындай статья бойынша сен бүйтесің, мынау баланы жаңағы анау жасөспірім балалардың түрмесі бір сожге кетеді.
бұл ол жерге кетсе бітті, адам болмайды деген сияқты сондай бір қорқынышты жағдайларды айтып барып тәрбиелейсің. Бұл енді тәрбиелік жағы. Ал енді біз осыны құқығынан айырдық, мынаны бір бүйттік сөйттік деген ол сирек кездесетін нәрсе. Енді бір қатты ішіп кет, осы бір адам болмайтындай жағдайға жетпесе, егер ішіп кетсе, оны емдеуі бар. Ол жерде енді білім жаңағы денсаулық басқармасының кісілері отырғанда, олар қолында ғой, бүкіл емханалар. Ол емдеу жағына олар кіріседі. Біз осыны жерге жатқызамыз, сені емдейміз, бүйтеміз, сөйтеміз, сосын кейін сен емделгенше анау баланы балалар үйінде ұстай тұрамыз. Келгеннен кейін өзіңді көрсетіп, дұрыспын, жақсымын, екінші қайталанбайды десең, онда қайтадан не жазып береміз, жаңағы рекомендация дей ма, ходатайство, мынау дұрысталды. Бұл әкелік, аналық өзінің жауапкершілігін дұрыс атқарады деп қайтартып береміз. Бұл жерде енді қатты сондай бір оның туған әкесі мен туған анасының мейірімін ешкім бере алмайды. Қанша жерден сол балалар үйіне апарып, таңертең кешке дейін соны ойнатып, 5 уақыт тамағын беріп, киімін киіндіріп, күміспен қаптап, алтынмен аптап тастасаң да болмайды ол. Ол әркімнің өзінің әке шешесі өзіне тау тұлға, ол рас. Мен бір әкелер одағына деп маған бір семьяны берді. Бір 2 бұзық бала екен, анау 2 кішкене 7-8, бірақ енді ол бала болған балалық жасайды ғой, бұзық деген тентектеу бала ғой енді. Сол аулаға шығады, гиперактивный екен, жаңағы аулада тұрған мәшинелердің паркинг емес қой, барлығы тұрғын үйлерде паркинг жоқ, мысалы, жердің астына кіріп кетеді. Аулада тұратын мәшинелер бар, мысалы. Сол жерде жаңағы доп тепкенде ма, бірдеңе тепкенде біреудің көршінің мәшинелерін сырып қояды, немесе бірдеңесін бұзып қояды екен да жаңағы. Соны ана өгей әке екен. Бірақ орыстардың семьясы жаңағы басқа ұлттың. Ана алғанда ременмен белбеуін алып шығады, құйрығынан 2 рет тартып жібердім дейді, айтқан сөзі. Сен неге ұрасың? Өз балаң болмағаннан кейін ұрасың ғой сен деп қоямыз ғой енді біз. Комиссия болғаннан кейін. Енді мен де әке шешем сөйтіп тәрбиеледі ғой, өліп қалған жоқпын, адам болып өстім ғой дейді да орыс. Сен білесің ба, қазір заң шыққан, бүйткен сөйткен, енді заң шықты екен деп мына балаларымызды бетімен жібереміз ба дегенде, қарап отырсаң, ананың сөзінің бір жаны бар. Енді қайда істейсің, жаңағы сантехник болып істейді екен. Әйелі бір саунада администратор ма, 2 күн істеп, 2 күн демалады екен. Соны келіп шаршап ұйықтап қалған. Оған да тиісіп жатыр. Сен неге анау ұрып атқанда оянбадың, значит сен қандай анасың деген сияқты ғой. Сөйтіп соны маған берді. Сен әкесің ғой, сен сол екеуін тәрбиелеш дейді да, жаңағы 2 үлкен кісі ғой енді қарап отырсаң. Баланың әке шешесі ғой. Сосын әйелі жылап қоймайды, сенің кесіріңнен баламнан айырылдым деп. Анау енді мен ничего страшного деп ол қоймайды, полицияға шақырады, психологқа бар дейді, бармаймын дейді. Психологта не істеймін мен дейді. Ауру емеспін, бір есімнен адасқан адам емеспін, не үшін барамын ол жерге дейді. Бармаймын дейді. Анау әйелі шырылдап, сен бармасаң қазір алар келмеді дейді да, біздің баланы алып алуымызға қиындық туындатып жатсың деп, екеуі уже не болайын деп жатыр. Жанжал. Екеуіне бардым адам құсап айттым, түсіндіріп. Сен өз балаң болмағаннан кейін ұрдың ғой сен деймін да. Жоқ, мен әйеліме айтқам, сен балаңды өз баламдай жақсы көрем деп. Дұрыс азамат екен, былай қарасаң, енді басқа ұлттың өкілі болса да, сөйтіп сөйлесіп, жаңағыны әйтеуір қарасам, ешқандай психологтың да несінде керек жоқ, әйтеуір сөзімді тыңдап, болды, брат деп, жаңағы аға, кешір, екінші қайталанбайды. Мен айттым, сен ана неге жазалайсың десем, жаңағы көршілер келіп штраф сала береді. Полиция шақырады, ана мәшинесін айлық алам, біреудің мәшинесін краскелеумен өтем дейді да. Енді маған да қанша бір ай еңбектеніп алған анау боқмұрын бала қайта бірдеңе білдіріп қойып соған жұмсай берсем, енді дұрыс емес қой дейді да. Енді ол дұрыс емес, бірақ енді сен бірақ кішкене мынау тәртіпке салуыңды басқа бір методқа сал. Айналып саласың ба, айналайын, күнім, жаным, балам деп қасыңа ертіп жүріп бірдеңе қыласың ба деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір балаларға да түсіндірдік бірге барып. Сол үйде жүрдім мен 1 ай. 1 айдан кейін сол комиссияға өз атымнан қолхат жаздым. Мына балаларды қайтарайық. Бұл балалар ана екеуі түсінді өзінің кінәлерін, қателіктерін, екінші қайталанбайды деп жатыр. Сонда балалар үйінен барып алған кездегі жағдайды көрсеңіз. Анау енді 3 айдай жаңағы жазғы уақытта қамалып қалды ғой енді.
бірақ кездесуге жіберіп тұрады, аптасына бір рет кездесуге бола ма сондай бірдеңе. Анау баланы жылаған кезде жүрегің ауырады. Қарап отырсаң ана жерде де енді оны ешкім ұрған жоқ. 5 уақыт тамағын берді, мектепке апарып тұрады, жаңағы бәрін істейді. Бірақ туған әке шешесіндей ешкім тұлғалық жаңағы бір мейірімді немесе бір адамгершілікті бере алмай ма деген сияқты бір ой қалыптасты менде. Сонда қарап отырмын, сонда комиссияда айтам, мүмкін дегенше балаларға сол дұрыс тәрбие бере алмай жатқан ата-ана болса, соған бір жолын көрсетейік деген сияқты ұстаным бізде. Жаңағы комиссияда да айтам бір. Сол себепті бізге сондай семьяларды беріп тұрады. Біз көп қараймыз ондай істерді. Бала тәрбиесін кейбір әкесі жіберіп алады да, туған әкесін тыңдамай жатқандар да бар. Уақытында жіберіп алған, енді шапалақпен тартып жіберейін десе, ол да болмайды. Заң қабылданып қойған. Сонда туған әке шешесі шапалақпен тартып жіберсе, оны бала арызданып, яғни мені ұрды деп сондай деңгейге жеткен оқиғалар бар, е? Бар. Анау әкесі задан анау туған баласын прямо бар ғой, бүйт. Сен маған осылай тыңдамау үшін осылайға жеткіздің ба деген сияқты ішінен тілін тістеп тұратын әкелерді көзіміз көріп жүр. Бірақ айтайын, енді сен сабыр ет. Бірақ енді қазір расында да бұрынғы біздің қазіргі әке ата-ананың бұрынғы ата-анамен айырмашылығын қазір былай деп айтады. Біз дәстүрлі ата-аналардың тәрбиесін көрген ұрпақ екенбіз. Қазір заманауи дейді екен. Заманауи ата-ана болып жүрген ата-аналардың бала тәрбиесіндегі функциялары өзгерген. Яғни бұрын әке тек қана сол асыраушы, ана соның бәрін үйде отырып жақсылап жаратушы, ұйымдастырушы, жаратып, соның бәрін әкең білет, әкең айтса сұранын әкеңнен бит деген ол үрдіс қазір жүрмейді. Өкінішке орай. Енді дәстүрлі отбасыға айналу, яғни соған келу қиын шаруа дейсіз ғой. Егерде тіпті сол керек емес десе қиын шаруа. Бірақ айтып жүрмін ғой, көп жиналысқа барам. Көп жиналыста ата-аналар көбінесе өзінің дәстүрінен айырылғысы келмейді. Бала оған көнбейді. Баланы көндіруге болады. Бұл жерде көп жұмыс жасалу керек. Күшпен емес, тәрбиемен, ақылмен. Оны көзімде көріп жүр, жасалынып жатқан жұмыстарды да айта аламын. Көп жұмыс жасалынып жатыр. Қазір енді жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, Есахан, бәрін мұғалімнен көреміз деген. Оны мұғалімнен көруде биылғы тамыз конференциясында, ұстаздардың дәстүрлі конференциясында президент, мемлекет басшысы шегелеп айтты. Былтыр деп атам, осы мен қазір бітейін деп атқан 25 жылдың соңғы оқу жылының соңғы күнінде енді бітіргеннен кейін 11 сыныптың балалары неге шығады ғой, жаңағы мектеп бітірдік, бір маевка деп айтатынбыз кезінде. Біз мектеп бітіргеннен кейін бір қыдырып қайту. Сол қыдырып қайтуға барған кезде Жетісу облысында, Талдықорғанда қателеспесем, қайғылы уақиға болды. Жаңағы екі жасөспірім жігіт бір қызға таласты ма, әйтеуір жаңағы шампурмен біреуін жарақаттап өлтірді. Сонда президенттің хабары бар, доклад берілген, естіген. Сол кезде айтылған екен, сол мектептің директоры жазаланды, сол мектептің жаңағы сыныптың класс жетекшісі, сынып жетекшісі жазаға тартылды деп не жасалған екен, баяндама. Сол кезде айтты, неге ол директор жазалану керек? Неге ол сынып жетекшісі жазалану керек? Ол қасында болған жоқ па? Мектептен тыс жерде болған. Мектептен тыс жерде кім жауап беру керек? Ата-ана жауап беру керек. Баласы қай жерге кетті? Кіммен барып жатыр ол жерге? Біздің өзіміздің әкелеріміз бір жерге барсақ, артымыздан әйтеуір. Енді ол заман жоқ қой. Ол заман жоқ. Иә. Сондай баланың бір белгілі жасқа жеткенше, яғни 16-18 жасқа жеткенше баланың дұрыс ортада болуы, бала немен айналысады, қандай әлеуметтік желіде отырады, оның достары кім, бұл жерде бір бас салып оны шығарып тастау емес, ақылмен жеткізіп, дұрыс айтып, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін, және
өзің қандай деңгейде жүрсің, адамдармен қандай қарым-қатынаста, яғни сен балаң өсіп жатқаннан кейін ол саған үлкен бір сынақ, былайша айтқан кезде. Рас, Иә. рас. Соған лайықты сенде өмір сүрсең, балаң ешқайда кетпейді. Оныңыз рас. Иә. Біз көп жағдайда сол жауапкершіліктен қашамыз. Жалпы жұмыс өте көп. Мынау енді әкелер одағы деп жаңа балалар, жасөспірімдерге байланысты жаңа комиссиялар құрылып, небір жұмыс жасап жатыр. Жаңағы күштік құрылымдарда біраз, биылғы жылы біз мысалы үшін біраз жермен осы жұмыс жасасып жатырмыз. Себебі әрбір айтылған нәрсе мынау енді әлеуметтік желіде жаңа танымал адамдар айтсын дейді. Ол айтқанмен де ол біреу тыңдап, біреу тыңдамайды, оны барлығы тыңдайды деп айта алмаймыз. Оныңыз рас. Иә, бұл жерде ең бастысы жаңағы нақты мекенжай, нақты адрестік, жаңағыдай жеке-жеке болып жатқан жағдайға барып тікелей араласу керек. Енді оған бәрінің қолы тие бермейді. Мен әйтеуір көзім көргелі сіз сол жерде ән де салып жүрсіз, әңгіме де айтып жүрсіз, басқаларға үлгі болып жүрсіз. Енді бұл Рахмет. былайша айтқанда біреуге бір абырой беретіндей жұмыста емес, Оныңыз негізі рас, иә. тіптен жақсы. Сондықтан да біздің қоғамда осындай адамдар көбейсе екен деп ойлаймын. Біз негізі Рахмет. мынау құқыққа байланысты жаңағы түрлі қазіргі елімізде болып жатқан проблемалар, бұл бір жағы енді қалай қаламайық қоғамдық жұмыстардың көбеюі керектігін көрсетеді. Қоғамдық жұмыс біз ауылда біз байқамаймыз. Мысалы үшін жаңағы еріктілер қоғамдық жұмыс дегеніміз, мысалы үшін біреу той томалақ немесе садақа, Құран оқытса, сол жерде мысалы үшін ауылдың азаматтары жүріп шаруаны істеп жатады сыртта. Сол жерден қонақтарын күтіп жатады. Ол ерікті жұмыс қой. Осындай қоғамда мысалы қазір шында да бір подъезде тұр, бір-бірін танымайды. Сол ғой ең қиын жері. Араласу керек, коммуникация, осылардың барлығы. Дұрыс айтасыз. Сол кезде осыны тірілтуіміз керек. Мүмкін бұл уақыт келгенде ашылар, кім біледі. Жалпы сізге қосып айтып кетейінші, мектептерде үкімет тарапынан мықты келешек мектептер деп президенттің бағдарламасымен салынып жатқан мектептерде қарап отырсаңыз, барлық жағдай жасалған. Мен таң қалам, мынандай мектепте біз оқысақ бар ғой, білмеймін, бір академик болып шығатын едік. Бір саланың бір мықты профессоры болып шығатын едік. Қазір Аллаға шүкір, соның өзінде де бізде тәртіп болсын, білім мықты. Мен ата-аналарға да, оқушыларға жиі кездесем. Мен әр сағатым менде демалыс күні өзіме бала шағамаған арнаймын. Жексенбі күні. Қалған күні 24 деп айтсам артық емес, бір 18 сағат мен осы қызметтемін. Бәрін қалай жүріп жатыр, қалай істеу, бәрін білем, жақсы білем, өйткені ішінде біте қайнасып жүргеннен кейін. Сонда қарап отырмын, бұл бала қауіпсіздігіне өте қатты көңіл бөліп жатыр. Ана қауіпсіздігі мен бала қауіпсіздігі. Неге? Өйткені ер азаматтарымыз қол алып, салып жүгіріп, өлтіріп тастауға дейін баратындарды тәрбиелеп жатыр. Бұл енді жаңағы тұрмыстық зорлық, зомбылықпен күрес. Президенттің айтып берген 5 кеселінің күресі осы, бірінші сол тұр. Екінші, балалардың жаңағы әлімжеттігі, буллинг дегенін қарап отырсақ, мынау мектептерде қазір қарап отырмын да, камералардың өзі жасанды интеллектімен тағылып жатыр екен. Жасанды интеллектпен тағылған камералар, бала жай бетіп қасынан өтіп бетіп, жай қол тиіп кетсе, директорге сигнал түседі екен. Мынау бала әлімде жасап жатыр деген сияқты. Соны барып сөйлеседі, ондай болмаған. Бұл жерде камера ақпарат беріп тұрғанмен, бірақ баланың енді аузы бар ғой, сұраса айтады. Сонда қарап отырсаңыз, қауіпсіздік жағына өте қатты көңіл бөлініп отыр. Сондықтан да бір құқық бұзу жағын енді ойлаймын, бір 5 жылдықта тоқтатамыз ау, бітет түбегейлі жойылады деп сеніммен айта аламын. Неге десеңіз, кейбір мектептерде жаңағы сіз бір өзіңіз айтып кеткен анау алаяқтық фактілер бойынша мықты өзінің құқығын жақсы білу туралы сабақтарды ашық сағаттар ата-аналармен де, оқушылармен де, ұстаздармен де өткізіліп жатыр. Керемет жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл өзінің бір жемісінде, нәтижесінде келешекте береді. Қалыпты жағдайға айналады. Қалыпты жағдайға айналады. Бұл жақсы дүниелер жасалынып жатыр. Енді осы орайда аса бір асын сызып айтарым, салт дәстүріміз бен ана тілімізді ұмытпай, біз қазақ тілділер көбірек барып, жаңағы орыс тілді сөйлейтіндерге сен орысша сөйлесің демей, өзіміздің салт дәстүріміз арқылы
үлкенмен сыйлау, қарым-қатынас, коммуникацияны түсіндірсе, мен көріп жүрмін, мықты орыс тілді өзіміздің бауырларымыздың өзі мойынсынып, кешіріңіз, мен нәрсе айтайын десем ұялып тұрмын, кішкене орысша сөйлеуші едім деген сияқтылар да бар. Ата оған сен неге орысша сөйлейсің деп жанжал іздесең, жақсылыққа апармайды, біреуге даже ұтымды болып кетуі мүмкін, басқа бір сыртқы саяси бір ұйымдарға. Ал өзімізге келген кезде, бауырым, қай жақтан боласың деп бір өзіңе бауырыңа тартып, бір арқасынан сипап, бір жақсы әңгімеге тартсаң, сол орысша сөйлеп тұрған бауырымыз бар ғой, Қазекең, ұялып қалады ғой ана жерде. Сіз күшті сөйлейді екенсіз, сіз айтыңызшы, біз сіздің қасыңызда жүріп үйренейікші деп, өзіңіз көрдіңіз ғой, қаншама азаматтарды қасымызда жүріп, аналар болсын, әкелер болсын, тәрбиеленіп қалдық деп бізге рахмет айтып жатқандар, алғыс алып жатқандарымызды естіп қуанып қаламыз өзіміз. Беке, көп рахмет сізге. Енді бір соңғы өтінішім бар. Мына бізді көретін көбінесе жастар, жастар аудиториясына арналған, жалпы барлығына арналған ғой, бірақ енді осы әкелер одағы бар, жаңағы мектепте әкелердің белсенділігін көтерейік, егер осыған мен де атсалыссам бола ма деп бір елікті болғысы жүрген әкелерге қандай бір кеңесіңізді айтар едіңіз? Өте бауырларымыз тыңдайды ғой бұл жерде. Дұрыс, көп рахмет. Бұл өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Расында да біз ертеңгі дамыған өзіміздің еліміздің болашағын ойлайтын азаматтарға үндеу деп айтсам болады. Расында да бәріміз ата-анамыз, мемлекет тарапынан көп жағдай жасалып жатыр, мектептер салынды деп айттым. Ата-аналар және де әр мектепте әкелер ұйымы, аналар ұйымы құрылып болған. Сол ұйымға әр ата-ана өзінің мектебінде жанашырлықпен директорден, мектеп басшысынан немесе тәрбие ісі жөніндегі орынбасарынан сұраса, әкелердің қатарына қосылам десе, құба-құп. Бұл жерде енді біз жаңағы тегін жұмыс деп айтқанмен де, бірақ бұл тегіннің артында үлкен сауап бар. Ол сауап ешқандай ақшамен өлшенбейді. Бұл сауап ертең сенің өмірден өткендегі сенің жаңағы 7 атаға бөлеміз ғой, 7-ші ұрпағың мақтанышпен айтып отырса, осыдан артық жетістік жоқ. Неге? Өйткені бұл біздің ел, бұл біздің мемлекет, бұл біздің тіл, біздің әдет ғұрып. Осыған жаңағы қызғыш құстай өте сондай бір жауапкершілікпен қарайтын болсақ, біздің еліміз дамыған мемлекеттердің қатарында әрі қарай да дами береміз. Сондықтан да жас ата-аналарға үндеуім, мектепке ата-аналар жиналысына қатысып, директорден болсын, сынып жетекшісінен болса сұраса, мен не істей аламын? Осы мектепке қандай бір пайдам тиеді деген бір ауыз жылы сөзімен келсе, оның өзі біз үшін үлкен көмек деп айтар едім. Тек қана мектеп емес, өз аулаңыз, өз ауылыңыз, өз ауданыңыз, балалардың басын қосып, қала деңгейінде айтып жатқаным ғой. Жақсы бір орта қалыптастырсақ, жақсы ортадан жақсы бала шығады. Шығады. Сеніммен айталам. Бізде соған енді өз күшіміз, өзімізше бізде атсалысып жатырмыз. Қаншама тағдыр келеді, қаншама бала келеді. Енді ер азаматтың тәрбиесі бөлек болады. Исақа, өзіңізге де тоқтала кетсем, мысалы, сіз де халыққа танымал азаматсыз. Сіз өзіңіздің жайдарманыңызбен қаншама мәселелерді көтеріп, қаншама мәселелердің түйткілді шешімдеріне өзіңізде мұрындық болып жүрген сондай сыйлы тұлға азаматтың бірісіз. Сізбен де осылай бірге сұхбат құрып отырғаныма мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Неге деңіз? Өйткені сізге қол жете алмай жүрген қаншама азаматтар бар. Шақырғаныңызға көп рахмет. Осы сіз өнер саласында өзіңіздің жаңағы театралдандырылған еңбектеріңізбен қаншама ұрпақты тәрбиелеп келатсыз. Сізге де жұмыстарыңызға сәттілік тілеп, осылай ел үшін қызметіңіз өзіңізге мол сауап болып жазылып, бала-шағаңыздың, ұрпағыңыздың қызығын көре беріңіз. Рахмет бәке. Сіздер де шақырып тұрыңыздар. Қол тисе барып тұрамыз. Негізі осы қалада бірнеше кездесуде болған, қызықты. Басында балалар бір кішкене шаршап отырды, бірақ әңгімені қызықты қалып, мәселелерді айтып, көрсетіп,
нақты жаңағы сұрақтарына жауап беріп мысалдармен келтірсең, балалар кәдімгі соңында мүлдем басқаша жауап өте береді. дарынды Негізі балалар. біздің балалар қазір дарынды ғой. Өте Тек біз дарынды. мына үлкендер Иә. сәйкесінше соған үлгере алмай жатырмыз. Рас, Көбісі ерініп жатыр. Рас. Көбісі бір бұны баланың ісі деп қарайды. Олай емес. Дұрыс айтасыз. Әркім барынша бір күніге бір жарты сағат 15 минут ата-ана осыған уақыт бөлсе, ең болмағанда өзінің баласына уақыт бөлетін болса, біз көп нәрсеге жетер едік. Өте Иә, орнықтыңыз. өз құқығымызды білеміз, қазір бір-бірімізді тәрбиелеп жатырмыз, өзіміз бір-бірімізге ақпарат беріп жатырмыз. Енді ең бастысы бұл жерде айта кетеріміз, қай сала болмасын, қай бағыт болмасын, сауатты болуға ұмтылайық. Сауатты болсақ, осының бәрі осыған кіреді. Біз сауаттан сауапқа барамыз, біз біраз жерге барамыз. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет сізге. Сізге де көп рахмет. Иә, рахмет. Қымбат достар, жақсылықта жолығайық, еліміз аман болсын, сауатты адамдар көп болсын. Біздің елімізде жүзі жарқырап, күлімдеп жүретін бақытты адамдар көп болсын. Рахмет.